Әлемде 2500-ден астам тіл бар. Олардың нақты санын дәл айту мүмкін емес. Әр жыл, ай, тіпті күн сайын бір тіл жойылып отырады. Қазақ тілі сөйлейтін адамдар саны бойынша әлемдік тілдер қатарында 70-ші, тіл байлығы бойынша 3-ші орында. Сену қиын десек те, деректер осыны айғақтайды. Ең бай тіл саналатын араб тілінде 12 миллион 300 мың сөз бар. Бұл көрсеткіш бойынша ағылшын тілінде 750 мың, қазақ тілінде 600 мың, ал испан тілінде 300 мың, орыс тілінде 150 мың екен. Кеңестік жылдары қазақ тілінде білім беру нашар жетілген. КСРО ыдыраған кезде республика халқының 20% ғана қазақ тілін ауызекі тіл деңгейінде меңгерген. 1989 жылы қазақ КСРіндегі тілдер туралы заң қабылданып, онда қазақ тілі мемлекеттік тілге айналды. Мектептерде біртіндеп қазақ сыныптары ашыла бастады. Ақмола облысында қазақ тілінде білім беретін алғашқы сыныптарды Бүркітбаевтар әулет ашты. Қазіргі таңда әулет саны 20 адамнан асты, ал жалпы еңбек өтілі 350 жылдан әлде қашан басып озған. Бүркітбаевтар отбасы тарихи отанына Моңғолиядан 1992 жылы оралды. Менің аты жөнім Гүлбарша Бүркітбайқызы. Мен жоғарғы санатты бастауыш сыныптың мұғалімімін. Биыл еңбек өтілімнің 30 жылын бастап отырмын. Гүлбарша Бүркітбайқызы 1971 жылы Моңғолия республикасында туылған. 1991 жылы мұғалімдер мектебін бастауыш сынып мұғалімі мамандығы бойынша тәмамдаған. 1992 жылы Моңғолиядан ата-анасымен бірге атамекенге қоныс аударған. Гүлбарша Бүркітбайқызы Ақмола облысында бірінші қазақ сыныптарының ашылуына үлес қосушы. Еңбек өтілі 30 жыл. Әкем де, анам да екеуі де мұғалім. Әкем музыка пәнінің мұғалімі, және қосымша қазақ тілі әдебиетінің мұғалімін деген жаңа курс оқып, куәлік алған. Ал анам болса бастауыш сыныптың мұғалімі. Екеуі де мұғалім, мен сол мұғалім отбасында өскен. Ол кезде біз Моңғолия республикасында тұратын едік. Әкем Моңғолия республикасының оңтүстігінен солтүстігіне жаңағы жолдамамен барды да, сол жерде моңғолдардың арасындағы шоғырланған қазақтардан балалары үшін қазақша мектеп ашты. Балаларды әкем мектепке жинаған кезде әкеммен бірге жүрдім да, әкемді ата-аналардың жаңағы оқушылар, балалардың ата-аналары әкемді қалай күтіп жатқанын, ол кісіні қалай құрметтеп, сыйлап жатқанын бәрі менің есімде қалды. Бұл менің 6-7 жастағы кезімде. Енді Моңғолияда қазақтар көп. Моңғолдың ішінде қазақтар көп жерінде қазақ балалар оқи алмай, моңғол тілінде, моңғолша өз тілін білмейтін. Береке Жанатқызы, Гүлбаршаның анасы. Ауылдағы орта мектепті бітірген соң, Моңғолия республикасының астанасы Улан-Батор қаласындағы мұғалімдер мектебін бастауыш сынып мұғалімі мамандығы бойынша тәмамдады. Моңғолия республикасында және атамекенге қоныс аударған соңда алғашқы қазақ сыныптарының ұстазы болды. Жұбайы Бүркітбаймен бірге жас ұрпақты тәрбиелеу ісіне үлкен үлес қосты. Қазақ елі құрыла бастады ғой мына 86 жылдан кейін, 90-нан кейін. Содан кейін біздің елде де сол қазақты қоғамын осы Қазақстан намына Алматыдан сондай осылай қазақтың рухын көтеру, жаңағы қазақ өзі ұлтын ары қарай дәріптеп жоғарылату деген сияқты сондай көп үгіт насихаттар жүргеннің арқасында моңғол елінде де тағы да сол ойбай қазақтарды қолдай осылай өз мемлекеті болып жатыр, өзінің рухын жоғары, өз тілінде сөйлейтін осындай деген әр елдің өзі тілінде өзінің дінінде болатын рұқсат берілді. Сол моңғолдың бір шетінде жаңадан орнаған совхоз болды. Сол совхозға мектептің табалдырығын қалап, кәдімгідей дала кигіз үй дейді ғой енді ортада. Кигіз үйменен сол жерге қазығын қағып бізді сол біздің жұмыстап тұрған жерімізден сол елге кім барады дегенде өзімізден сұр. Сол ой осы сол жаққа барып біз енді жаңа мектеп орнатайық біз. Сол ой келді де мына менің жолдасыма. Ойбай бір заявление жазайық осылай шақырып жатыр екен. Біздің елге барған жерде, ол жерде дала жер, сол жерге юртаны тігіп, жаңағы 4, 5, 6 үйді қатар юртаға сабақ үйреттік. 20 ғасырдың 30 жылдары Моңғолиядағы алғашқы қазақ мектептерін мұғалімдер әулетінің негізін қалаушы көрнекті педагог Шолтай Себебұл ашты.
Сабақ кийиз үйдө өттү. Ал балаларды бүкүл округ боюнча жинауга туура келди. Шолтай себебилы катал мугалим болду. Окуу күнү денени шыныктыруудан башталатын. 3 километр кашыктыкка серуендөө, өз бөлмелерин ретке келтирүү, өзүн таза ұстау шарт ет. 1964 жылы оған Монголияның халық ұстазы деген жоғары атақ берілді. О кезде мен енді бала болсам да, қазір кейбір іс-әрекеттері есімде. Әкемнің жаңа қалай қиналғаны, мұғалім таппай, оқушы таппай деген сияқты. Ал менің анам бастауыш сыныпта жұмыс істеді, және сол әкемнің ашқан қазақ мектебінде оқитын балаларды дайындау мақсатында қазақша балабақша топтарын ашты. Шет елдегі ар жағындағы, Моңғолдың ар жағындағы қазақтарымыз келе бастады. Ой, осындай үлкен мектеп орнапты. Тілімізді білейік, дінімізді білейік, өз елімізге, өзі тілімізді үйрену үшін келеміз деп балаларын әкеп оқыта бастады. Сонымен үлкен үйім. Айдан 92 жылға дейін осылай үлкен мектепті орнаттық. Жақсы болды ол жерде де. Енді менің әкем өзі сондай салиқалы, өзі ұстаз, өзі сондай елім үшін, жерім үшін деп барын салатын адам болды да, осындай атамекенге қоныс аудару деген әңгіме басталғаннан кейін менің әкемнің ол істі қолдамау мүмкін емес еді. Себебі ол кісі өте сондай ұлтжанды, өзінің қазақ деген жаңағы бір сөз үшін барын салатын сондай кісі болатын. Бүкіл туыстарының паспорттарын жинап алып, Монғолия Республикасының астанасы Улан-Баторға өзі келіп, сол жерде паспорт жасатып, виза алып, бүкіл туыстарын Целиноград қаласына пойызға билет алып, сөйтіп Целиноград қаласына келген. Ол бізге бір арман болған, Қазақстанды көрсек, Алматыны көрсек, және қазақ елі бөлек жеке өзінің мемлекеті болды дегенде қазақ қанына қызады. Сондықтан ойбай сол жерге мына басқа елде жүргенше, мысалы моңғол мемлекет моңғол тілінде өзінің ұлтының өзінің неменесін дініменен өзінің тілін ұстайды. Енді біз қазақ болып жүріп, қазақ елі, қазақ өзіміздің ұлтымыз, өзіміздің дінімізге қарай алып, және бала шағамыз сол жерге үйретіп, осы жерге жеткізу, көзін ашу, және өз елі, өз жері қазақтың рухын жәнеге білдіру деген саясатта мақсатымыз сол болды ғой. Біріншіден, Целиноград қаласында орыстар өте көп болды. Қазақтардың көбісі қазақша сөйлей алмайтын еді. Бәрі орыс тілді болды. Біз алғаш келген кезде бір шама қиналдық. Сол кезде біз әкемізге тек қана біз емес, келген, бірге көшіп келген туыстарымыздың барлығы заңды сұрақты қойды. Неге Целиноградты таңдап көшіп келдік? Неге біз Қазақстанның басқа қалаларына, басқа өңіріне бармадық деген заңды сұрақты қойды. Сол кезде менің әкемнің айтқаны, сіздер маған артынан болашақта үлкен рахмет айтатын боласыңдар, себебі мен Қазақстан Республикасының картасын қарап отырдым. Бұл Целиноград қаласы орталық екен. Жаңадан аяғынан тәй-тәй басып жатқан мемлекет үшін ол орталық деген ол өте маңызды. 2003 жылы ол дүниелік болды. Сол әкем кеткеннен кейін көп туыстарымыз осы Бүркітбайдың айтқан сөзі рас екен ғой. Қандай көреген адам болған, тіпті сәуегей болған ба, Целиноград қаласының осынша үлкен дәрежеге өсетінін, қазақ елінің астанасы болатынын қалай білді екен естелік қылып айтып отырады. 2 күннен кейін бізді осы Целиноград қаласынан 30 шақырым жердегі Софиевка ауылына аттандырды. Осы төмпешікті, осы әкем жатқан зират Софиевка ауылына жол тартып бара жатқан кезде бір төмпешік кездесті. Сол төмпешіктің қасына әкем ымдап, жаңа орыс шоферді тоқтатып, өзі түсіп, жолдың оң жағында бейіт тұр екен. Мазарға әкем дұға оқыды. Содан әкем бетіп көз тастап, бетіп жан жаққа қарап тұрды да, бір төбеге қарап, осы төбеде бәріміз қаламыз, бұл жер маған өзі ұнап тұр, өте әдемі жер екен, жазық, тура өзіміздің Монғолиядан көшіп келген ауылымызға қатты ұқсайды екен. Бұл төмпешік бәріміздің мекеніміз болады деп сөйтіп айтты. Сосын ол кезде біз ешкім мән берген жоқпыз. Артынан қаншама жылдан кейін әкем сол төмпешікте, сол жерде әкемді жерледік біз. Иә, мұғалімдер сап бір батырға.
біздің енді 92-ге келгендегі мектеп осы қалпында болды. Біз бірінші келіп таныстық. Тегінде орыс мектеп болды. Орыс класстары, тек қана орыс класс, қазақ классы болмаған екен. Ауылдық адамдардың бәрі ойбай барлықтар құп алып, қарсы алып, ой біз енді бірден қазақ елі болғаннан кейін қазақша балаларымыздың тілді жақсы білуі керек, қазақ мектебі ашылу керек, классы ашылу керек деген барлықтары жан-жағынан әкімшілікке де айтып, соныменен онда осы екі кісіге рұқсат берілді. Сөйтіп келе қалды балалар, сөйтіп ата-аналар бірден естіп, ой қазақ мектебі, қазақ тіліміз мынандай, қазақ еліміз мынандай өзі жеке тоқтап ел болып жатқанда біз енді орыс ұнамай болып бара жатырмыз. Жаңағы тіл тауысқан кейбір балалар, мысалы жастар, қыздар өз тілін жақсы білмейді, үй семьясында сөйлейді, былай оқу, саясат жағында орыспен кетіп жатыр. Бірінші этажда болды. Одан бірінші этажда мына жақта болды. Бірінші этажда балалар қызық болды сон. Сонан сәлемет. Мына кісі менің ағам, әкемнің інісі Қырықбайұлы Жырғаубай деген ағамыз. Қазір осы мектепте күзетші болып жұмыс істейді. Қазір зейнеткер болғаннан кейін үйде отырмай, тағы да жұмыс. Балалармен бірге осында жұмыс істеп жүр. Кіреміз ба Жырғаубайға? Мектепке кірейік. Енді біз келгенде мына жерде көбісі орыс болды. Орыс болды да қазақ семья осында бізді қосқанда бір 20-ға неше 30-ға жетпейтін семья болды. Жырғаубай Қырықбайұлы, Гүлбаршаның ағасы. Еңбек өтілі 8 жыл. Ақмола облысы Софиевка ауылындағы мектепте қызмет істейді. Сосын ол кісінің идеясы осы оқу бөлімімен келістік. Ауданның ол кезде әкім демейді ғой, не дейді, аудан бастығы деймін, солармен келістік. Қазақ мектебін ашты осыны. Сол кісілердің бастамасымен осы мектеп қазір қазақ мектеп, біраз орыс класстар бар. Мен зейнеткерші ғой, сол ағамыздың жұмыс істеген жерін жұмыс істеген қиынмайды. Сәлеметсіз бе? Екі апай қош келдіңіз мектебіңізге. Мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Бүгін нағыз праздник сіздердікі. Қазір өздеріңіздің кабинеттеріңізді көрсетеміз. Иә, өзі бір тәдемет. Жүре беріңіз. Қазақша 11. Енді міне кабинеттің өзгешелігі міне бала көп толық болыпты. Бұрын міне жерде алғашында 8 бала отырса, одан кейін 12, 15, 14 деп 6 классқа дейін солай көбейді ғой. Әке-шешемізбен бәріміз барған ауылда маған жұмыс табылуы 100%-ға мүмкіндік жоқ, себебі ол өзі қазақ мектеп жоқ ол жерде. Әкемізге мындай қолқа салдық. Мүмкін біз қайтарымыз. Сіздер қалыңыздар, біз жастар қайтадан қайтайық деген сияқты. Осындай қиындық кездескен кезде әкем тағы да бізге ақылын айтып, тоқтау салып, ертең мен сендерді қалаға орналастырам, қалаға апарып жұмыс тауып беремін деп. Бүкіл осы қаланың мектептерінің есігін қағып кіріп шықтық екеміз. Ешқандай мектепке менің жұмыс қалған жоқ. Содан мен жыладым кәдімгідей көшеде. Содан сол жерде отырсақ, бір қазақ мұрты бар қазақ кісі кетіп бара жатыр екен. Әкем сол кісіні шақырып алып, біз осындай Моңғолия Республикасынан келген едік. Бізге қазақты қолдайтын осы қалада өзі бір ұйым ба, немесе қандай да бір жаңағы кеңсе бар ма? Дебет ол кісі, как раз Құдай өзі бізге жолықтырған шығар сол кісіні. Ойбай аға жүріңіздер осында, міне жақын жерден қазақ тілі қоғамы деген бар. Сол жерге барсақ, қазақ тілі қоғамының төрағасы болып Алдан Исмаил деген кісі отыр екен. Алдан Исмаил ағамыз қазір депутат. Ол кісінің орынбасары болып Ануарбек деген ағай отыр екен. Ол кісілер мені жұмыс тауып орналастыратын болды. Нөмірі 5-ші балабақшаға қазақша топта ашып өзі мен үшін. Содан сол топқа мені тәрбиеші қылып орналастырды. Сол тәрбиеші болып жұмыс істеп жүрген кезде сол менің тобымдағы ата-анасы менің мұғалім екенімді білді. Сол ата-аналардың ішінде Шолпан апай деген бір апай болды. Сол кісі сол жалғыз қазақ 4-ші мектептегі физика-математиканың мұғалім екен. Сол кісі маған айтты: Гүлбарша, мен сені қалайда мұғалім қылып орналастырам. Сол жаңадан ашылған мектепке қазақша сынып ашып, сол сыныпқа мені 2-ші тоқсаннан бастап мұғалім қылып орналастырды. Қазбек Хошамбекұлы, Гүлбаршаның ұлы, музыка пәнінің мұғалімі.
еңбек өтілі 3 жыл. Музыкалық академияны бітіріп, 5 аспапты меңгерген дирижер. Менің нағашы атам, ол Қырықбайұлы Бүркітбай музыкант болған. Өзі де ауылда музыка пәнінің мұғалімі болған. Ол кісі маған кішкентай кезімнен музыкаға деген махаббатты сол кісі оятуға себепкер болды. Сол кісімен ән айтатынбыз. Маған неше түрлі әндер үйреткен. Ол кісі 5 аспап болды. Домбырада, гитарада, пианинода, баянда шебер ойнады. Арғарай менің мақсатымда өзімнің музыкалық балалар мектебін ашу. Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі мен даму бірлестігінің ұйымдастырып отқан конкурсына осы музыка балалар мектебінің жобасын дайындап өткіздік. Домбыра, гитара, саксофон, фортепиано, скрипка және де вокал. Осындай инструменттерге үйретеміз, ән айтуға үйретеміз. Жалпы музыкалық базаны қоямыз. Бұл сольфеджио және музыка теориясы. Осындай жобаны біз конкурсқа қатысуға тапсырдық. Қазір енді жауабын күту үстіндеміз. Ежелгі грек философы Аристотель. Музыка адамдарда тек керемет қасиеттерін тәрбиелейді, және де оны балалардың оқытуына қосу керек деп айтқан. Мен Аристотель мен толықтай келісемін. Музыка адамның туғаннан бастап жолының соңына дейін бірге әрқашан жүреді. Біз көп адамдар оған мән бере қоймайды. Ал негізінде ойланып қарасақ, музыка әрқашан біздің жанымызда. Біздің мақсатымыз осы балаларды кішкентай кезінен музыкаға үйрету. Жұмысқа орналасқан кезде мұғалім болып, әкем осы дипломатты маған сыйлыққа берді. Ең бірінші мұғалімнің жаңағы сумкасы. Бұл реттелген болу керек. Сумканың ішінде барлық зат рет-ретімен жату керек. Мен әбден ескірген, қанша ескірсе де мен үшін бұл өте қымбат. Себебі біріншіден бұл менің әкемнің сыйлығы, екіншіден жаңа әкемнің көзі сияқты. Бұл менің марапаттарым. Бұл марапаттарды да мен осы дипломаттың ішіне сақтаймын. Мынау міне Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі. Өзімнің еңбегіммен жеткен марапаттарымды осы дипломаттың ішіне сақтап жүргеніме ол кісінің аруағы риза деп өзім ойлаймын. Күн сайын жылдан жылға мұғалім балаларға өз жанының бір бөлігін суырып береді. Жазушы мен суретші ізін өз туындыларында қалдырса, мұғалім өзінің өшпес ізін оқушыларының ой санасында, тұла бойында, әрекеттері мен істерінде қалдырады. Бірінші сыныпқа мысалы 30 бала келсе, оны 4 жыл оқытасыз. 4 жыл оқытқаннан кейін қайтадан бірінші сынып аласыз. Енді мен ойлаймын, мен осы биыл енді 30-шы жыл еңбек өтілімді бастап жатырмын. Осыған дейін мен бір 15 шақты сынып аяқтатқыздым. Сол 15 шақты сыныптың әрқайсында 25-тен 30-дан оқушы болды деп есептесеңіздер, менің алдымнан осы күнге дейін бір 300-400 оқушы алдымнан өтті. Осыдан 4 жыл бұрын өзімнің ең бірінші оқытқан оқушыларымның балаларын оқыттым. Бірінші сыныпты қабылдап тұрсам, еңгезердей бір жігіт маған келіп, Гүлбарша Бүркітбайға сәлеметсіз ба дейді. Содан сәлеметсіз ба деп сөйтіп амандасып жүрген. Мен Указов Ержанмын ғой дейді. Мен айтам, қандай Ержан десем, апай, мынау 27-ші мектепте сіз мені оқытып едіңіз ғой, мен сіздің оқушыңызбын, танымай қалдыңыз ба деп сондай. Сосын баласын бірінші классқа келіп жатыр екен. Бұл да бір үлкен бақытты, бір қызықты өзіңіздің мамандығыңыздың бір сәулелі тұстары деп есептеймін. Оқушыңыздың баласы сіздің алдыңызға оқушы болып келіп жатқан, бұл да бір ғаниет болады екен. Алғашқы ұстаз әркімнің өмірінде маңызы зор тұлға. Ол білім әлеміне жол ашады. Оқуға және жазуға, санауға, логикалық ойлауға баулиды.
Қазан айының басында Қазақстанда мұғалімдер күні атап өтіледі. Осы күні Гүлбарша оған міндетті түрде қонаққа оның алғашқы оқушылары мен бастауыш сынып түлектері келіп, кәсіби мерекесімен құттықтайтынын біледі. Енді мен ойлаймын, біздің балалық кезімізде ең бір қызықты, құрметті мамандық мұғалім болды. Соған байланысты мүмкін ағаларым, әкелерім бәрі мұғалім болған шығар деп ойлаймын. Біздің бала кезімізде мұғалім келе жатса, бала түгілі үлкен адамдарда орын беріп, құрметтеп, төрге шығарып сыйлап жататын еді ғой. Осының бәрін көргеннен кейін мұғалім болуға аңсарымыз ауған шығар деп ойлаймын. Гүлбарша Бүркітбай қызы туралы айтатын болсақ, біздегі ең тәжірибелі бастауыш пән мұғалімдердің бірі, біздің мектебімізде ұзақ жылдар бойы қызмет етіп келеді. Жалпы өзінің мамандығына деген осындай бір көзінде оты жанып тұратын әрдайым осындай ұстаздарымыздың бірі. Балаларды өте қатты жақсы көреді. Ең бастысы біздің ойлаймын, осы ұстаз жолында ең басты ол баланы жақсы көру, және де әрдайым осы балалар жайлы уайымдау болып табылады. Менің алдымнан бірнеше шәкірт өтті. Қазір ол шәкірттердің алды тұрмыс құрған, балалы болған. Мен тіпті олардың әр қайсының атын да білемін, қай жерде тұратынын да білемін, ата-аналарын да білемін. Біз қазір үлкен семьяға айналдық десем болады. Қазір олардың барлығы менің балаларым, мені сыйлайды, құрметтейді, мені іздейді. Мен өзімді бір керемет адам сезінемін, өйткені менің балаларым өте көп. Олар мен үшін уайымдайды, мені іздейді. Мен осы үшін қуаныштымын. Менің пікірім бойынша адамның өміріндегі ең маңызды екі мамандық ол мұғалім және дәрігер. Дені сау, білімді адам қалған мамандықтардың барлығысын егере алады. Мұғалімдікті таңдайтын адамдардың барлығысының жүрегі үлкен, кең болу керек. Ең бастысы жұмсақ болу керек деп ойлаймын өзім. Сондай қорытындыға келдім осы 30 жылда. Себебі сен қаталдық танытып, ұрысып, ренжітіп ешкімді жеткізе алмайсың. Дегенмен қаталдық ол керек, бірақ өз деңгейінде. Тағы кішкене қаталдық көрсетпесең, босаңсып, сыныпта тәртіп болмай қалады. Тәртіп болмаған жерде тазалық жоқ, тәртіп пен тазалық жоқ болса, қандай білім болады? Міне, сондықтан әр қаталдықтың да, тәртіптіктің де барлығысының өзін рет-ретімен қолдану ол мұғалімнің шеберлігіне байланысты деп ойлаймын. Біраз енді көп біз мұғалімдер. Үйде жиналғанда бәріміз мұғалім тілінде сөйлейміз, мұғалімдер сияқты араласамыз. Сабақ жайында сөйлесеміз. Тәрбие жайында, көбіне тәрбие жайында сөйлесеміз үйде. Бізде жұмысымыз тәрбие беру, болашақта ұрпақты. Жетістіктерің жетпей жатыр, сен осындай кітаптан ізденіп оқу керексің, осындай баламен жұмыс істеу керексің, осындай мұғалімге бару керексің, осындай мұғалімнен мысалы сауат ашып, білім алу керексің деп бір-бірімізге ақыл кеңес беріп жатамыз. Бүркітбаевтар мұғалімдер әулеті ұстаз ең алдымен өз оқушыларына өзіне деген сенімін ұяландыру қажет деп санайды. Себебі егілген кішкентай дәннен жауқазындай гүл немесе арамшөп жарып шығатыны ұстазға байланысты. Ең алдымен аса жоғары жауапкершілік алғашқы ұстаздың иығына жүктелетіні хақ. Әдетте ол оқушыларының жүрегінде терең із қалдырады. Ең алдымен сол пәнді жүрегімен сүйе білу керек. Шынайы осы менің мамандығым деп сезіну керек. Сол кезде бізде мықты мамандар, жақсы ұстаздар шығады деп ойлаймын. Ұлысын ұлықтаған, ұлыларын ұмытпаған, ұрпақтарын оқытаған ұлағатты ұстаздар қауымына өзінің жүрек жарды өлеңімді мұғалім ұстаз ретінде жолдаймын. Ұстаз деген мамандық абыройлы, даналық нұрын төккен ақыл ойы, қоңыраудың күмбірін естігенде ұмытпайық ұлы ұстаз Ыбырайды.
ұстаздың күні күміс айы алтын, бала үшін уақытын аямайтын, мұғалім ғой екінші бұл өмірде, мәңгілікке анандай аялайтын. Ұстаздық ұлы жолда ізгі бақыт, тілейтін жан жүрекпен бізге шаттық, сағынысып содан соң қарсылар жеткенде алтын шапақ күзгі уақыт. Адамға жарасады бір беткейлік, ұстаз деген олатты кірлетпейік, ұлысын ұлықтаған ұрпақ едік, ұстаздарды ендеше құрметтейік.